Құрметті кітапсүйер қауым, назарларыңызға ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай Абай әлемі бейнелеу өнерінде ақпараттық дайджесті ұсынамыз. Абай туралы қылқалам тербемеген суретші жоқ шығар. Алайда ақынның бейнесін сомдап, шығармашылығын суретіне арқау ету кез келген суретшінің қолынан келе бермейді. Оның бір себебі Абай фотосуреттерінің некен саяқ болуы. Солардың бірі әуесқой суретші Павел Лобановскийдің 1887 жылы ақын бейнесін 100-100 отырып салған суреті. Ал Абайдың басқа бейнелері әр суретшінің өз қиялы бойынша өмірге келген туындылар. Олардың қатарында Қастеев, Исмаилов, Қожықов, Сидоркин, Шаяхметов, Ғалымбаевалар Абай бейнесін жай ғана бейнелей салмай, ақынның өмір баяны мен шығармашылығын терең зерттеулер жасап барып салған. Шығыс Қазақстан суретшілері Өтебаев, Шоқанов, Бакулин, Аштеме, Тұрғынбаевтарда ақын шығармашылығын жүректерінен өткері барып, Абай бейнесін шабытпен салғанын бірден көре аласыздар. Абай бейнесін салғандары көп болғанымен, шығармашылығының желісі бойынша сурет салған суретшілер саусақпен санарлық. Солардың бірі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері Исатай Исабаевтың Мұхтар Әуезов Абай жолы атты графикалық жұмысының ерекше өнер туындысы. Туындының сәтті шығуы Абай жолы романын және Абай дананың өмірі мен шығармашылығын Исатаев оқып зердегеннің жемісі. Абайдың бейнесін Мұхтар Әуезов сөзбен сомдаса, суретші сол сөздерді терең түйсіне отырып суретпен нақты жеткізе берілген. Бүгінгі таңда Абайды және ақын шығармашылығы бейнелеу өнері арқылы жұртшылыққа жеткізуге деген суретшілер талпынысы көрім. Құнанбайұлы Абай дананың өзектілігін жоймас өміршең шығармашылығын насихаттау және ғасырдан ғасырға аманат етіп жеткізуді бір тамаша жолы осы болса керек. Назарларыңызға рахмет.